Бүгінгі спорт сайысынан кейін кәдімгідей шаршап қалдық. 2 иық деген енді айта алмайым. Қатты ауырып тұр. Камерам да дірілдеп, қолдарым да дірілдеп, енді ештеңе етпейді. Қазір ыстық суға жатып, жібіту керек деп маған жазыпты. Енді бұйыртса ертең өнер сайысы ең соңғы кезең. Сондықтан да достар, туған туыс, бауырлар, менің қолдаушыларым, көрермендер, маған дауыс беріңіздер. Ертең сіздердің қолдауларыңыз маған өте қатты маңызды. Сондықтан да ертеңгі QR арқылы маған дауыс беріңіздер. Осы уақытқа дейін қолдап келе жатқандарыңызға көп рахмет. Енді барлығы жақсылық. Түнде күшті көңіл күй. Бүгін көңіл күйім өте тамаша болып тұр. Макияжым да, шашым да, көйлегім де өзіме қатты ұнап тұр, бірақ та бүгін ауа райы құбылмалы. Күн жоқ. Еще кешке жаңбыр жауады деп айтып жатыр. Сыйлық алдым. Маған? Сізге? Магазиннен? Иә, шыда дүкеннен продукт алып үшін сізге. Нан емес па? Нан емес. Онда Көзін жұм. күтудемін. Қолыңды берсін. Қолыңды беріп тұрсын ба? Ем болып қалдық. Қазір сағат 11-ге тамам болды. Класстастармен жолға шығып бара жатырмын. Киініп, боянған жоқпын. Әшейін кірпігімді көтеріп, ерінді боядым. Дейді, баян күшті түсіп алдық. Кімге үйді күлді? Үйдің күлді ғой, үйдің күлді. Соның курткамды сұрап жатыр екенсіздер. Ұмытпай тұрып айтайын, showx.kz-ден алған болатынмын. Негізі ылғи да сол жақтан аламын. Качестволары өте керемет, сырт киімдердің. Алдында тағы да қысқасын алған болатынмын, бірақ ол жұқа. Кейінірек сіздерге киген кезімде көрсететін боламын. Ұзын куртка жалпы өзім бірінші рет киіп тұрмын. Өзіме қатты ұнады. Бір съемкадан шығып, екінші съемкаға асығып бара жатырмын. Еще жолда мен салонға соғып үлгерім керек шашымды. Укладка жасатып, потом бар қарай дальше. Именно ертең кететін болғаннан кейін менде тентек құсап бір күнге қойған ғой съемканың барлығын. Бүгін